Қане балалар? Жарайсыздар балалар? Көңіл күйіңіз қандай? Жарайсыздар, меніңше көңіл күймен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Біз қандаймыз? Ендеше балалар сабағымызды бастамас бұрын біз өткен сабаққа шолу жасайық. Я балалар, я? Өткен сабақта не өтті? Ауа неден құралады? Ал балалар, өткен сабаққа тоқталайық. Кім айтады тапсырмасын? Келе айтады. Ауа азот, оттек, көмір қышқылынан тұрады. Тіршіліктің барлығына азот керек, ал оттекпен тыныс алады. Көмірқышқыл газын адамдар, жануарлар мен өсімдіктер бөледі. Сонымен қатар ауа құрамында басқа да газдар, шаң, тозаң мен су буы болады. Жақсы жарайсыздар балалар. Балалар, ендеше біз өткен сабағымызды тағы да пысықтау мақсатында бүгін сұрақтарға назар аударсақ, сұрақтар кемесі, осы сұрақтар кемесіне шығып, әр бала берген сұрақтарды оқиды және ондағы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Түсінікті ме балалар? Жақсы, ендеше кім шығады? Кім шығады? Шығады. Бастаймыз, иә? Жоқ, міне. Бастады. Ауа құрамындағы негізгі бөлік қандай? Дауысымызды шығарып оқимыз, иә? Ауа құрамының негізгі бөлігі қандай? Азот. Негізгі бөлігі азот. Қане тексереміз. Өте жақсы балалар. Қане. Келесі. Кім шығады балалар? Кім шығады? Келеді. Ауа дегеніміз не? Жер бетін қоршап газдардың қоспасы. Тексереміз. Я, дұрыс. Жарайсыздар балалар. Жер бетін қоршап газдардың қоспасы. Жарайсыздар. Келесі. Келесі кім келеді балалар? Келесі жауап беруге. Келіп. Ауа қандай қасиеті бар? Ауаның қандай қасиеті бар? Қане айтамыз. Дәмсіз, иіссіз, түссіз. Жақсы. Дұрыс па балалар? Жақсы. Жарайсын, тексереміз. Я, көзге көрінбейді. Я, түссіз, иіссіз, дәмсіз. Жарайсын. Жақсы. Кім шығады келесі? Ауа неден құралады? Көмірқышқыл газ, азот, оттек. Оттек шығады. Я, оттек. Дұрыс па балалар? Я, дұрыс. Жарайсын. Келесі сұраққа кім шығады? Келіп. Адам мен жануарлар тыныс алу үшін ауаны қалай пайдаланады? Қай бөлігін пайдаланады дейді, я? Азот дейді, балалар, дұрыс па? Жоқ. Азот па? Жоқ.
Оттек дейді. Ал ет дұрыс па? Ал тексерейік, ал тексеремін. Жарайсың. Дұрыс па балалар? Жақсы. Жақсы. Енді балалар жақсы ендеше балалар, бүгінгі жаңа сабағымызды бастамас бұрын біз жаңа сабақты жұмбақ шешу арқылы табайық. Я балалар, я? Кәне. Кездеседі мұз күйде, кездеседі бу күйде. Түсі жоқ иісі де ауада қажет бар жерде. Ал не деп ойлайсыздар балалар? Су екен, я? Ендеше бүгінгі өтетін сабағымыз балалар су қайда болады? Жаңа сабағымыздың тақырыбы су қайда болады? Ал енді балалар, бұл жұмбақтың жауабы су екенін қайдан білдік? Қайдан білдік? Мұз күйде көмектеседі, я? Сосын бу күйде, сосын иісі жоқ, жақсы. Ал енді өздерің осындай су туралы жұмбақ қандай жұмбақ жасырар еді? Үнжу айтады. Қандай жұмбақ білесіңдер? Аяғы жоқ, қолы жоқ, бірақ тыныштырмайды, сақтамаса көрінді, барша тірлік қурайды. Жауабы не балалар? Су екен. Жақсы, жарайсыздар балалар. Ендеше бүгінгі жаңа сабағымыз біздің су қайда болады? Оқу мақсаты судың жанды ағзалары мен жансыз табиғатта кездесетінін түсіндіру және негізгі табиғи көздерін салыстыру. Жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған жоспарға сәйкес көрсету және қорытынды жасау. Ендеше балалар, біз жаңа сабағымызды бастамас бұрын топқа бөліп алайық, я? Солай ма балалар? Жақсы. Мына топқа. Әр топқа мен өлең жолдарын беремін және ол өлең жолдарын тыңдаймыз. Топ жетекші тақырыбын, авторын таныстырады және өлең жолдарын оқып шығады, я? Қане? Кім бастайды? Ыбырай Алтынсарин өзен. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта, аралап қаумен тасты арқыраған. Көңілім суын ішкен ашылады, денеңде бар бетіңді қашырады. Өксіген оттай жанып жануарлар өзінен рахаттауып қасылады. Жақсы балалар. Ал өлең, қандай өлең оқыды? Қойса? Өзен өлеңін оқыды. Яғни бұл топ бізде өзен тобы болады. Я балалар, я? Келесі. Кім оқиды? Оқиды. Манабек ержан, арал теңізі. Теңіз төсінде еркеледім. Ойым қайық өрізін жеткен едім. Алыстарға ұзатып қалдым қарап, алыстарға қол жайып кете бердім. Сағынышым аралым асқақ арман, аяладым өрікті жас балаңнан. Құшағынан менен ұзамас құшақ жайып қарсы алса достар алған. Өте жақсы. Енді балалар, жібектің оқығаннан қандай өлең? Теңіз. Яғни бұл топ бізде қандай топ болады? Теңіз тобы. Жақсы. Келесі топ оқимыз. Ертай ашықпай, азды көл, бір шомға көл бол, айдыны дәл айна, суы шықтай мөлдір, құмы жылы майда, жаңа толы гүлге, сен келер көл қайда, ұрланып кептіңде шомылады айда. Жақсы балалар, қандай өлең жолдарын оқыды? Яғни бұл топ көл тобы болады. Жарайсыздар балалар, біз ендеше топқа бөлініп алсақ, оқулыққа назар аударайық. 25-ші бет ашамыз. Балалар, оқулықтағы 25-ші беттегі суретке назар аударайық. Суретте қандай нысандар берілген атаймыз? Қандай нысандар берілген атайсыз? Тау, ағаш, сосын қараймыз.
дененің құрамында су болады. Оқулықта жаңа өздерің көп суретте бейнеленген денелерді байқадық, иә? Қай дененің құрамында су болады? Иә, қызанақ, алма, шырын, сосын өзен, дұрыс, ағаш, сосын жақсы балалар, жақсы. Ендеше біз экранға назар аударсақ, осы бізде Эмиликамен неге іштің бүгінгі сабағымызға кішкене түсіндірме жұмысын тыңдап жүрейік. Алманың құрамында шамамен 80-85% су болады. Бұл ағзаға пайдалы, табиғи, таза су. Сондықтан алма ағзаны ылғалдандырып, шөлі басады. Ал сен білесің бе, шырынның құрамында шамамен 85-90% су болады. Бұл мөлшер шырынның түріне байланысты өзгереді. Натуралды шырындарда су мөлшері жоғары, ал қант қосылған немесе қою шырындарда сәл төмен болуы мүмкін. Ал қиярдың құрамында шамамен 95-98% су бар. Қияр құрамында суы көп көкөністердің бірі. Қияр ағзаның ылғал тепе-теңдігін сақтауға үлкен үлес қосады. Сен білесің бе, адамның денесінің 60-70% судан тұрады. Су адам ағзасының барлық тіршілік әрекетіне қажет. Сондықтан үнемі су ішіп жүруіміз керек. Жақсы балалар. Балалар, өздеріңіз көргендей, бізде адамның денесі қанша пайыз судан тұрады екен? 65-70% судан тұрады. Ал құрамында ең көп суы бар көкөніс, қияр. Балалар, ендеше бүгінгі жаңа сабағымыз бойынша балалар, су барлық жерде, жанды және жансыз табиғатта да кездеседі екен, иә? Мұхитта, теңізде, өзенде, сонымен қатар көлдерде, мұзтауларда нелер бар екен? Сулар бар екен. Бізде су тұзды және тұзсыз болып бөлінеді. Сонымен қатар жер астында мол су қорлары бар екен. Біздің ауамызда су қандай күйде кездеседі? Бу күйінде кездеседі және қар қиыршығы ретінде кездеседі. Бізде бу болып жатырады, яғни ол судан пайда болған екен, иә? Яғни балалар, барлық түрлі ағзаның құрамында не болады екен? Су болады екен, иә? Жаңа өздеріңіз көргендей, адамның денесінде де, алма шырынында да, алмада да, яғни біз жаз бойы жейтін көкөніс жеміс-жидектеріміздің барлығының құрамында су болады екен. Яғни балалар, біз үнемі не ішіп жүруіміз керек? Су ішуіміз керек. Жаңа өздеріңіз көргендей, адамның денесінің 70% судан құралады екен. Ал кейбір өсімдіктердің жемісінде, сабағында не кездеседі? Су кездеседі, иә? Енді балалар, қараймыз. Бізде қазір мен жұптық жұмыс берем. Яғни оқулыққа қарай отырып, біз су көздерін топтастырамыз. Түсінікті ғой, иә балалар, иә? Жұптық жұмыс, су көздерін топтастырамыз. Қане, егер де болған жұп болатын болса, біз өзіміздің жұмысымызбен таныстыратын болайық. Я, балалар, я?
Жақсы, жарайсыңдар. Жақсы. Бізде үнжуменен сезім болыпты, екі жұртты жұмысын тыңдап көрейік. Қане? Теңіз мұхит. Су тұзға алып, суы толған өзен жылға қалып. Жақсы. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Өте жақсы, жарайсыңдар. Адия, Гүлжан, айта қойды. Берген тапсырма қандай? Топтық жұмыс. Жоқ, топтастыру. Топтық жұмыс. Топтастыру әдісі. Тапсырма. Су көздерін тапсырма сол. Су көздерін топтастыру. Су тұзды теңіз мұхит. Су тұзсыз бұлақ, арық, көл, тоған, өзен, жолға, хауыз, құдық. Я, жақсы балалар. Бізде су тұзды. Енді қалған жұрт тексерейікші. Тексерейік, я балалар, я. Кәусар, оқыңыз. Су тұзды теңіз мұхит. Су тұзсыз бұлақ, арық, көл, тоған, өзен, жолға, хауыз, құдық. Өте жақсы. Енді қалған жұрт тексеріп алдық, я? Тыңдайық. Су тұзды теңіз мұхит. Тексеріп жатық па? Суы тұзсыз бұлақ, арық, көл, тоған, өзен, жылға, хауыз және дұрыс па балалар? Жарайсыңдар. Жақсы балалар, ендеше біз топтық жұмысқа назар аударайық. Еліміздің аумағындағы су қоймаларды картадан тауып белгілейтін боламыз. Балалар, еліміздің аумағында бізде Арал теңізі бар, Каспий теңізі бар, Балқаш көлі бар, Ертіс өзені бар, я? Біз енді осы картаға жүгіне отырып, алдарына карта берем, я? Осы карта бойынша біз еліміздегі су қоймаларын, жаңа өзім айтып өткендей, көл, теңіз, я? Өзендерді тауып белгілейміз. Енді оны қалай белгілейміз біз, балалар? Шекарасын қызыл қаламмен сызамыз, яғни қызыл ручкамен шекарасын сызамыз. Ал ондағы өзендердің немесе көлдердің атауларын қара қаламмен жазамыз. Ол карта толтырудың бізде міндетті орындалуы шарты, я? Келесі біз оларды су қандай түске бояймыз? Біз оны түске бояймыз. Құрамыз дайынбыз, я, балалар, я? Жақсы, жарайсыңдар. Ендеше біз жұмысқа көшеміз. Яғни, мына картадан біз өзімізге қажетті су қоймаларын тауып, мен таратқан картаға белгілейтін боламыз. Қай жұмыс жасайық? Жақсы, жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Жақсы, жарайсыңдар балалар.
Шекарасын бояған. Кылышы, суды, өзің бояп салма. Темші өзіктерін шекарасын қызылды. Болған топ бар ма, балалар? Болған топ бар ма? Жақсы балалар, бізде теңіз тобы жақсы жұмыс жасап отыр. Жұптық жұмыста да, топтық жұмыста да бірге жұмыс жасады. Я бірге отырып келе отырмыз. Тыңдаймыз балалар. Бір-бірімізді тыңдаймыз, я? Қане, Қазақстандағы су қоймалары дейді. Я, Арал теңізі, Каспий теңізі, сосын Балқаш көлі, я? Теңіз көлі, Я, теңіз көлі, Зайсан көлі дейді. Жақсы. Бізде мына карта бойынша теңіз тобы өте жақсы жұмыс жасапты. Жарайсыздар балалар, отыра қойыңдар. Келе қойыңдар. Ал таныстырамыз. Қазақстандағы еліміздегі су қоймалары, я? Біз не таптық картаға? Каспий теңізі, Я. Арал теңізі, Я. Теңіз көлі, Я. Балқаш көлі, Зайсан көлі. Сосын я, енді бізде өзен тобы Іле өзенін қосыпты. Жаңа бізде теңіз тобында бұл өзенді белгілемеген, я? Жарайсыздар балалар, өте жақсы. Келе ғой. Келе ғой. Жақсы. Бір су қоймасын қосқан, ал картада барын анық қойды, я балалар? Еліміздегі су қоймалары. Каспий теңізі, Жайық өзен, Арал теңізі, Теңіз көлі, Ертіс өзені, Зайсан көлі, Балқаш көлі, Іле өзені. Я, енді бұл топта не байқадық балалар? Жайық өзені қосқан екен. Еліміздегі Жайық өзені. Жаңа біздің көл тобы не қосып еді? Я, не қосты? Теңіз көлі, Зайсан көлі қосты, я? Ал Іле өзенін қосып еді, ал бұл топ бізде не қосты? Жайық өзенін қосты. Жарайсыздар балалар, отыра қойыңдар. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызда өз оқулықта көрсетіп, сен білесің бе айдарында Балқаш көлін суреті көрсетіп, я? Балқаш Қазақстандағы ең үлкен әрі ерекше көл екен. Неге ерекше дейді? Себебі Балқаш көлінің шығыс бөлігіндегі суы ащы, батыс бөлігіндегі суы тұщы болады. Ал екі су не себепті бір-бірімен араласып кетпейді десек, ол екі көлдің ортасын, яғни ащы және тұщы судың ортасын, яғни көлдің ортасын не бөліп тұрады? Ұзынарал мойнағы бөліп тұрады екен. Сондықтан ащы су мен тұщы су бір-бірімен араласып кетпейді. Қандай қызықты ақпарат, я? Ендеше балалар, осы Балқаш көлі туралы кішкене мағлұмат тыңдап көрейік. Балқаш Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы тұйық көл. Аумағы жүзінен метр биіктікте жатыр. Ауданы құбылмалы 17-22 мың километр. Ұзындығы 600 километрден астам. Ені шығыс бөлігінде 9-19 километр, батыс бөлігінде 74 километрге жетеді. Балқаш жартылай тұщы көл. Суының химиялық құрамы көл алабының гидрографиялық ерекшеліктеріне байланысты. Судың минералдылығы мен тұздылығы бұл екі бөлікте екі түрлі. Көлге ағып келетін судың негізін Іле өзені құрайтындықтан, батыс бөлігінің суы тұщы, лай
түсі көгілдір ашық көл. Балқаштың батыс бөлігіне іле, шығыс бөлігіне Қаратау, Лепсі, Ақсу өзендері құяды. Солтүстіктен ағатын Аягөз, Бақанас, Тоқырауын, Жәмшін, Ойынты және тағы басқа өзендер әдетте көлге жетпей сатылады. Көлдің солтүстік жағалауы Сарыарқаның ұсақ шоқылы тау сілемдерімен ұштасып жатқандықтан биік жарқабақ болып келеді және көптеген жырақ жолдармен тілімделген, ал оңтүстік жағалауы сулы біртіндеп тартылған кезде жиналған шөгінділермен пайда болған құмды ойпат. Балқаш көлі Қарағанды, Алматы және Жамбыл облыстарының аумағында орналасқан. Көлдің солтүстігінде Қазақ соқпақтары, батысында Бетпақ дала, оңтүстігінде Шу Іле таулары, Тауқұм құмдары қоршап жатыр. Балқаш көлі жер бетіндегі ең көне көл болып саналады. Балқаш фаунаға бай, көл түбінде моллюскілер, судағы ұсақ жәндіктердің дернәсілдері, шаян тәрізділер тіршілік етеді. Батыс бөлігі планктонға бай, көлде балықтың 20-ден астам түрі бар. Мұның 6 түрі ежелден көлдің өзінде өскен балықтар кездеседі. Жақсы, жарайсыздар балалар. Балалар, бізде Балқаш көлі ақпарат бойынша не алды? Көне көл және ол еліміздің қай аймағын алып жатыр? Алматы, Қарағанды, Жамбыл қалаларын алып жатыр екен. Жарайсыздар балалар, ендеше біз ойымызды серпіліп алсақ. Ендеше балалар, біз жеке жұмысқа тоқталсақ, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды ғой, балалар, ендеше жеке жұмысқа тоқталайық. Балалар, мен таратқан қағаздармен жұмыс жасаймыз. Балалар, міне семантикалық карта таратам. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында семантикалық карта тарататын боламын. Осында бізде Балқаш, Арал, Каспий, Ертіс өзендерінің, яғни көлдерінің, яғни біз семантикалық картаға қайсы өзен, қай су қоймасы, теңіз, қай су қоймасы, көл екенін плюс, яғни қосу белгісі арқылы белгілейміз. Жақсы. Қане, болдық па балалар? Қане, тексерейік. Жақсы.
Өте жақсы. E'dod yaxshi o'rnadi. Kim bo'ldi? O'te yaxshi. Jibek yaxshi o'rnadi. Murodni qatelayapmiz. Qatimizni aytamiz, ya. Kim qay yerda qatelayapti? Yaxshi. O'te yaxshi. Yaxshi. Durust qani? Durust. Qani? Qatelaysiz. Yaxshi bolalar, bizga qatelayotgan o'quvchilarga eskirting, ya bolalar, ya. Balqash, bizga bolalar, balqash qanday suv quyması? Balqash ko'li. Uni ko'l sentibga qilib qo'ygan bolalarimiz bor. Qatelayotganimiz balqash bizga ko'l, Aral, Dengizi, Kaspiy, Dengizi, Erdis. Tushundimi bolalar? Ya, al endi bolalar. Bugungi sabaqda ne o'qidik? Ne bildik? Ne o'rgandik? Aytinglarchi. Ne to'g'ri bildik? Al endi bolalar, bizning yerimizga qaytsangiz, bizning tugan yerimizga qanday tez o'rnansizmi? Dal hozir biz Aral tengizining suvni qo'lab turibmizmi? Yo'q. Isigir taqilib qolgan. Endi bolalar, uniymi bunaqa suratlar tug'iladi. Suvda unimdeu kerak. Ne sebepte unimdeu kerak degan surat tug'iladi. Ne sebepte? Ya, unimdeu kerak. Suvda unimdeu kerak. Bizga jay g'ana misol bizga Aral tengizini ko'rib o'tirsizlar, ya. Qalay unimdeuimiz kerak suvda? Ya'ni yer betining jarti suv olib жатса da biz uni har doim unimdeb tushirishimiz kerak. Jarasizlar bolalar, bugungi saboq tushunib bo'lgan bolalar, endişe bolalar biz o'zimizning sabog'imizni tushunmaganligin o'sha suratlar orqali, ya'ni biz barlig'i tushunibdi, so'roqlarim bor, tushunsiz degan matematik bosuv orqali biz sizlarni tushunmaganligini aniqlaymiz. Qani kerak? Şey basar şey yapar ya, şey basar kazan. Жақсы жарайсың, бақ түзір мен солай. Алған істерім тұрады. Апай, өмен теледен тұрға, мен де тұттым ғой. Сен аршын. Балар, жоқ кетсіме. Я қосайдым. Ау, мен, былай тұршы, я? Жақынан балармен, балардан. Баларға қарайсың ба? Я, баларсың қарайсың, бұсына ондықты алмай ағы бермен. Neyse, nam toplayın, dur şey var. Apa git kaybediyor. Apa niye bu? Sonra şimdi. Apa gidecek? Karanlık bala. Ben de böyle göstereyim ve böyle. Kumatik sayı bak. Sai que chama beira. Cara. Veridos. Paga aí, por favor. Quer pagar aí? Ele também tem outros. Queria de outro. Antes de usar de chama, você precisa não. Алло, ты общий алжир на жиден. Сәуле апай, пожалуйста, маған да келіп
болады ғой сурет. Апай түсіңіз құрманғали апай, 2 минут, 1 минут кетпей. 1-2-3-4-5. Болды, рахмет. Жиналыңыз. Жоқ, посмотри, пошли. Азат апайдан Завершить трансляцию. Так, сейчас